Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дастарханыңыздың көркін келтіретін рулеттер дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер. Рулетіміз сәбізден дайындалатын болғандықтан бізге 500 грамм сәбіз керек болады. Сәбізімізді осындай терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Сәбізімізді майдалап өткізіп болған соң, табанымызды отқа қойып, 2 ас қасық май құйып, майымыз қатты қызбай тұрып, салып, жақсылап араластырып аламыз. Қатты қызып тұрған майға салсаңыздар, сәбізіміз қызарып, қытырлақ болып қалады. Сол үшін май қызбай тұрып, жай отта осылай сәбізімізді пісіріп аламыз. Асты жабысып қалмауын қадағалаймыз, жиі-жиі араластырып тұрамыз. Тапамыз ысып, сәбізіміздің барлық жері майға тигеннен кейін отын азайтамыз. Сәбізіміздің бетін жауып, 5 минутқа баяу отта қалдырамыз. Сәбізіміз пісіп шыққанша рулетіміздің арасына жағатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сыр қажет болады. Сырды да үккіштен өткізіп, үгітіп аламыз. Сырымыз дайын болғаннан кейін бетіне 1 чеснокты майдалап үгітіп шығамыз. Енді үстіне 4 ас қасық майонезді салып араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде рулетіміздің начинкасы болады. Сәбізіміз пісіп дайын болды. Енді оны тез суы үшін бөлек ыдысқа салып аламыз. Сәбізіміз толық суығанша укропымызды майдалап турап аламыз. Майдалап туралған укропты суыған сәбіздің үстіне салып, араластырып аламыз. Және сәбізіміздің үстіне 3 жұмыртқамыздың сарысын ақуызынан бөліп алып, салатын боламыз. Жұмыртқамыздың қалған ақуыздарын миксердің көмегімен 4-5 минут араластырып шайқап көпіртіп аламыз. Сәбіздеріміздің үстіне 1 шымшым тұз және дәміне қарай бұрыш салып араластырамыз. Мінекей жұмыртқамыз осындай ақ көбік болып шықты. Осыны енді сәбізімізге жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ақуызын араластырғанда астынан жоғары қарай көтеріп отырып араластыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей ақуызды 3 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Рулетіміз сонда үлпілдек әдемі болып шығады. Осылай жұмыртқамыздың көбігін басып қалмай араластырып дайын болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешімізде 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. 25 минуттан кейін осылай қызыл болып пісетін болады. Арғы жағына аударып, астындағы қағазымызды алып алатын боламыз. Ыстық кезінде жақсы алынады. Осылай асты қып-қызыл болып піседі. Бұл бізде рулетіміздің беті болады. Пісіп шыққан сәбізімізді суытуға қоямыз. Толық суығаннан кейін жаңағы сырмен дайындалған начинкамызды ортасына салып шығамыз. Начинкамызды осылай бөліктерге бөліп, бір тегіс етіп жайып шығамыз.
Сырлы начинкамызды жағып болғаннан кейін осылай астындағы пергамент қағазымыздың көмегімен осылай домалатып рулет формасына келтіріп ораймыз. Осылай оралған рулетімізді сыртындағы пергамент қағазымен орап, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Сонда рулетіміз өз формасын жақсы ұстап шығады. Дайын болып шыққан рулетіміздің әдемі болып көрінуі үшін екі жағындағы тегіс емес жерлерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Менде тоңазытқышта 4 сағат тұрды. Формасын өте жақсы ұстап шықты. Қазір арасын кесіп көрсететін боламын. Мінекей, сырымыз осылай сәбізбен әдемі үйлесім тапқан дәмі керемет рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса отырмыз. Алда тағы да дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.